Hello, here is the given picture where we have capacitor, resistance, and voltage. And what we need to find, first thing, it's time constant tau, and then maximum charge, and then the last thing is the current after switching on, and after 10 seconds. And I would like to start from the tau. What is the first thing? How we know in the RC circuit the tau is equal to the RC multiplied by each other, and I can just write their values, and then it will be equal to the 5 seconds. The first thing is found already, and then the second thing is the maximum charge. Also, we have the exact formula of the charge maximum. In the RC circuit, it is gonna be equal to the capacitor multiplied by voltage, the given voltage, and if I will multiply them to each other, then it will be equal to the 150, and then 10 minus 6 degree. Yeah, the second thing also is found, and then the last thing, and the current in exact situation, it is gonna equal to the its exponential, and the formula it's gonna be t, and to, if I will open the I0, it's gonna be equal to the voltage divided by resistance, and x, and given the 10 seconds, and tau we have found, it is equal to the 5 seconds, and 30 divided by 1 charge of 6, and it will be equal to the eventually we have found the meaning of our current, and it's equal to 4 multiplied by 10 degree of minus 6 amperes. And in this we have already finished with this problem. Ендігі келесі бізде олимпиадалық проблема. Бұл жерде сіздер көріп тұрғандай тағы да тізбек берілген. Бұл жерде бір батарея көзі және 4 резистанстар берілген. Бұл жерде бізде сонда біреуі белгісіз. Солардың біреуі белгісіз. Бізде ол туралы айтылған то, что осы резисторда қуат көзі 20 ваттқа тең деп. Енді осы берілген информация бойынша бізге осы резистордың мәнін табу керек. Енді ең бірінші бастайтын болсақ, ең бірінші, яғни осы батарея көзінен бізде тоқ жүреді плюстан. Ол тоқ содан кейін бізде 2-ге бөлінеді. 2-ге бөлінеді, міне біріншісі ол 30 омға, екіншісі осы келесі немеге кетеді. Сонда бүйтіп жазылсақ болады. Біріншісінде 30 омдық резисторға кетсе, екіншісінде бұл бізде тізбекте екеуі, получается ол екеуі қосылады. 40 ом плюс R, бұл жерге уже мынау I2 болатын болса, мынау I1 болады. Сондағысы енді осы current жазып алдық. Енді
current сонда 1 тең болады. Ол V бөлінген 30 Ом. I2 тең болады. V бөлінген 40 Ом плюс R. Мына жердегі 2 вольт бір-біріне тең, себебі олар параллель. Одан кейін енді екінші нәрсе, бірінші біз current'терді тауып алдық. Енді екінші нәрсе, бізде басында мына жерде батареядан келген I берілген толық ток күші, жалпы толық ток күші ол тең болады осы екеуін I1 плюс I2-ге. Енді сонда V30 Ом плюс V40 Ом плюс R тең болады осы I толыққа. Енді біз тағы қандай информация білеміз? Екінші нәрсе ол осы 75 вольт бізге берілген батарея көзі. Ол біздегі осы яғни 5 омдағы вольтпен қалған осы екеуіндегі вольттардың қосындысына тең болады. Енді бұны ашып жазатын болсақ, толық ток күшін бағанағы біз тауып алған осы 5 омдағы, соның 5-ке көбейтеміз арға, сосын бұған қосамыз V-ді. Сонда бағанағы мына тауып алғанымыз жазамыз. 5 көбейтілген V бөлінген 30 қосылған V бөлінген 40 плюс R қосылған вольт. Ендігі келесі кезекте бізде енді бір теңдеу шықты. Енді келесі біздің кезекті теңдеуіміз ол осы берілген ток күшіне қатысты, яғни I-дің квадраты көбейтілген R. Бізде бұл жерде I-дің квадраты ол осы R-дағы немен жазатын болсақ, I-ды ол бізде тең болды V бөлінген R 40 плюс R-ға, сосын оны квадраттаймыз, сосын көбейтеміз R-ға. Сонда бізде 2 теңдеу шықты. Бізде ең маңызды деген 2 теңдеуді жазды. Енді осыдағы теңдеуді ашатын болсақ, 75 вольт тең болады 5 жақшаны ашамыз, яғни мына теңдеудегі, сонда бізде 5 вольт бөлінген 30 плюс 5 вольт бөлінген 40 плюс R, сосын қосылған V болады. Осы жерде біз бұны ақшанда жазатын болсақ, яғни мына екеуін бірімен қысқартатын болсақ, V бөлінген 6 плюс 5V 40 плюс R плюс V. Енді осы жерде біз қайта жазатын болсақ, 75 вольт тең болады. Оны сыртқа шығарып жіберетін болсақ, 1 бөлінген 6 плюс 5 бөлінген 40 плюс R плюс 1 болады. Енді осы жерден V-ны тауып алатын болсақ, 75 бөлінген 1 плюс 6 бөлінген V қосылған 1 қосылған 5 бөлінген 40 плюс R. Ендігі екінші теңдеуге осыны апарып қоятын болсақ, V-ның орнына апарып, сонда бізде ол мына теңдеу, яғни бізде қуат көзі ол 20-ға тең болады. Жерде V тең болады 75 бөлінген 6 плюс 1 плюс 5 40 плюс R. Бұның квадраты
көбейтілген r бөлінген 40 плюс r-дың квадратына тең болады. Одан кейін енді квадратты ашамыз. Ең жақсы көретін математика шығару. 49 бөлінген 36 көбейтілген 20 бөлінген r 40 плюс r-дың квадраты плюс 20 бөлінген r көбейтілген 25 тең болады 75-дің квадраты. 75-дің квадраты ол бізде 5625-ге тең екен. Енді не істейміз? Енді сандарды бір-біріне көбейтеміз бе? Енді 49-980 бөлінген 36r қосылған 40-тың квадраты 100 плюс 80r плюс r квадрат плюс 500 бөлінген r-ден болады 5625. Енді ол жақшаның ішінде болады ғой. Енді мынаның үстіндегісіне көбейтеміз. 36r калькулятор в помощь. Енді 980-ді көбейтеміз. 1600-ге миллион 8 қосамын. 980-ді көбейтеміз 80-ге. 78400 қосамын. 980 r квадратты. Жазмаймен бермеңіздер. Берсеңіздер бере беріңіздер. Бұл моментте ешкім көрмейді. Плюс 500 бөлінген r тең болады 525. Енді екеуін ортақ бөлімге келтіреміз. 36-ға өйтем. Сонда жерде 36r қалады. Нежде сонда қайта қосам. 68.000 қосамын 78.400-ден қосамын 980 r квадрат плюс 26.500 өтем. 36-ны 36-ны өтем 500-ге болады. Ол 18.000. Сосын енді тең болады 28.28 қателіктер кетіп тұрады. Бізде де ақылды адамдар қателеседі. Сосын мына жаққа парасламе. Оларын енді барлығын қосатын болсақ. Миллион қосамын 78.400-ге қосамын 18.000-ды тең болады. 1.682.400 қосылған 980 r квадрат тең болады. Дискриминант болып тұрмайды. Енді 5600 көбейтемін 36-ға. Сонда 202.500 r. Енді бұны квадраттық теңдеу түрінде жазатын болсақ, r квадрат минус 202.500 r плюс 1.682.400 тең болады нөлге. Енді дискриминант аламыз. Ол осының квадраты 202.500-дің квадраты ол. 2 hours later. At the end, resistance бізде 20 Ом шықты. Шықса да шықпасын. Рахмет.